Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгінгі сабақта сіздермен йой, яғни из одного источника тендерге жалғыз өзіңіз қатысқан кездегі заявканы қалай қабылдайсыздар, нәтижесін қалай көреміз деген сұрақтарға жауап беретін боламыз. Әдеттегідей заявка берілгеннен кейін сізге мына жерде колокольчикқа қызыл болып жанып сізге уведомление келеді. Все уведомление өтеміз астынан. Енді оның өтіп кеткеніне қазір бірнеше күн болды. Сонда да сіздерге көрсете кетейік. Мінекей, осылай опубликован пи деп протокол қарайсыздар. Оны білесіздер, е? Кіріп ссылкаға өтесіздер. Мінекей протоколды қарайсыздар. Мұнда жалғыз адам қатысқан, яғни біз қатысып ұтып алғанбыз. Протоколға кіріп победительді бәрін анықтасақ болады. Мұнда информация о победителіхті бассаңыздар, закупка не состоялась деп жазып тұрады. Бұның қорқатын ештеңесі жоқ. Өйткені жалғыз адам болғандықтан олар сіздерге ұсыныс жібереді. Сосын протоколға кірсеңіздер, протоколдың ішінде мінекей жалғыз адам болып тұрады. ИП, мінекей біздің ИП-ның атауы, бағасы бәрі жазылып тұр. Яғни біз осы тендерға қатысып, максималды түрде бағаларды беріп, жоғарғы бағамен ұтып алған болатынбыз. Енді мына ссылканы басып өтсеңіздер де болады, және де мына все уведомлениеге кірсеңіз, мінекей йой деп тұрады. Приглашение к участию в закупках по объявлению йой деп тұр. Яғни из одного источника жалғыз қатысқанға сізге приглашение жіберіліп тұр. Міне ссылка арқылы ары қарай өтеміз. Қазақшаға ауысып кеткен, орысшаға аударып алайық. Жоғарыдан басып, мінекей. Кірсеңіз сізге міне 3 күн қалған. Негізі осыны қабылдауға негізінде бізге 5 күн уақыт беріледі. 5 күннің ішінде сізге қабылдауға да, қабылдамауға да болады. Енді ұтқан товарыңыздың егер бағасы келетін болса, сізге бәрі жарамды болатын болса, қабылдайсыз. Егер келіспейтін болсаңыз, қабылдамауда мүмкіндігіңіз бар. Қабылдамаған жағдайда сіздің ИП-іңізге ешқандай ақау кедергі келмейді. Одан қорықпасаңыз болады. Мінекей мұнда 9 товар, көріп тұрғандарыңыздай, міне доступные действия деп бассаңыздар, мінекей отказ от участия деп тұр. Отказ басып тастауға болады, создать заявку деп, оны ары қарай қабылдауға да болады. Ендігі кезекте біз осы 9 товарға обоснование цен дайындап алу керекпіз. Ол үшін мінекей мен мұнда өзім арнайы папка ашып дайындап қойған болатынмын. Обоснование цен деп тұр. Мінекей қазір біреуін көрсетем. Астына өтеміз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай осы графаны толтырамыз. Біреуін толтырып көрсетеміз сіздерге. Мінекей мына жерден дополнительный характеристика деген графадан көшіріп аласыздар. Красный краска, копировать, мұнда ставить дейсіздер. Единица измерения, мұнда единица измерения килограмм деп тұр, 10 штук, яғни килограмм 10 штук. Мұны көшіресіздер. Мұнда қоясыздар. Мұнда 10 килограмм, 10 килограмм, за килограмм 1200 теңге берген, яғни бизнес, мына жерде тоже 1200, жалпы суммасы 12.000 теңге. Мұнда да 12.000 теңге деп жазамыз. Кейіннен мына жердегі бүкіл данныйларыңызды толтырасыздар. Міне көріп тұрсыздар, мына толды астыңғы графа. Енді бұл данныйларды толтыру үшін сіздер өздеріңіздің кез келген бұрынғы ескі договорларыңызды ашып алып, договор соглашение кіресіздерде ең астына түсіп, өздеріңіз данныйларын алсаңыздар болады. ИП мінекей Әйгерім деп тұр. Көшіреміз. Мұнда қоямыз. Менде ИП деген алдында жазу жоқ, сондықтан Әйгерім деп қоям. Адрес мінекей. Адрес көшіп алдық. Иінді аламыз. Адрес менде қойылып тұр. Иінді қоямыз. Так. АО Каспий банк, БИК бәрі сәйкес келеді. Мұнда да Каспий банк бәрі сәйкес келіп тұр. ИКті алайық мұнан көшіріп.
номер телефоны, өздеріңіздің госзак порталына тіркелген номерлеріңізді жазасыздар. Руководитель жазамыз, ИП-нің. Мінекей бәрі толды. Бірдей шрифтқа қойып жатырмын. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай біз бәрін толтырдық. Осылай толады. Енді бұны сохранить етіп аласыздар. Жауып, негізінде бұны распечатка жасауға да болады, бірақ мен распечатка жасамай өзімнің әдісім бойынша жұмыс жасаймын. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай осылай WhatsApp-қа өзіме жіберіп аламын. Мінекей WhatsApp-қа келді. WhatsApp-тан мен скриншот жасаймын. Кіремін да маған келген SMS-ті ашып, телефон арқылы скриншот жасаймын. Артық жерлерін кесіп алам. Сосын кері қарай өзімнің WhatsApp-ыма жіберіп, соны көшіріп аламыз. Мінекей ашамыз да, мінекей көріп тұрғандарыңыз осылай тура скриншот жасалды. Мынау сканер вариант сияқты болады. Соны сохранить етіп, жаңағы ашқан папкама қоямын. Мінекей тұр. Атын өзгертіп тастайын, 9. Көрдіңіздер, бұл былай айтқан кезде қағазды экономдауға. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай жаңағы обосновать ценді толтырдық. Енді жаңағы IOI қайттан көрсетейін. Толтырып алғаннан кейін осы 9-ның бәрін толтырасыздар. Мен жаңа оның алдын ала дайындап қойған болатын. 9-ына каждыйына бөлек-бөлек жасадым. Ол бір товар болатын болса, тек біреу жасайсыздар. Одан әрі жаңағы көрсетейін. Өтеміз. Міне IOI ссылкасына кіреміз. Өттік. 3 күн қалған. Доступные действия. Создать заявку. Загрузка болып жатыр. Қазір күтеміз. Кірді. Мына графаны заявка берген секілді толтырып шығамыз. Далее. Бәріне галочка қоямыз. Добавить выбранный. Далее. Техническая спецификация толтыр. Мына обосновать цен. Кіреміз. Прикрепить деген жерге жаңағы фотоларды қоятын боласыздар. Түсініңіздер ғой, каждый мен 1, 2, 3, 4 деп сақтап қойған болатынмын. Мінекей біріншіге міне. Прикрепить файл. Рабочий кабинет. IOI деп қойдым. Мінекей 1. Өздеріңіз RC ключтеріңіз таңдап, кілттеріңіз ECP ключтеріңіздің сол арқылы қол қойып шығасыздар. Әрқайсысына тілді ауыстырамыз, пароль жазамыз. Мінекей жазылып жатыр. Загрузка. Жазылды. Келесі. Екіншісіне өтеміз. Жаңағы сохранить етілмей қалған секілді. Қайтадан. Прикрепить файл. Рабочий кабинет. IOI. Фотоны 1. Сақтаймыз. Қайтадан қайталап жатырмын. Жазылды, мінекей. Сохранить кнопкасы басылады. Вернуться лотты басамыз. Екіншісіне басамыз. Прикрепить файл. Мінекей. IOI. Скрин. 2. Кірдім. RC мен қол қоям.
мінекей РЦАмен қол қойылды. Сохранить, вернуться список лотов. Осылаймен бүкілін тіркеп шығамыз әрқайсысын. Сохранить, вернуться список лотов. Төртке келдік. Пароль дұрыс емес. Загрузка бізде. Сохранить, вернуться список лотов. Бесіншісі. Прикрепить. Папканы ашамыз. Скриншот. Беске өтеміз. РЦАмен. Қайтадан қол қоямыз. Загрузка болып жатыр. Вернуться список лотов. Алтыншысы. EOI screen. Сохранить. Тілді ұмытпаңыздар. Қол қояр кезде. Осылайынан әрқайсысын жасап өтесіздер. Енді видео ұзақ болып жатыр. Бұған мән бермеңіздер. Сіздер түсінікті болсын деп, осылай әрқайсысына тоқталып кетіп жатырмыз. Мінекей соңғысы. Мінекей соңғысы жүктеліп жатыр. Сохранить, вернуться список лотов. Мінекей бәріне шатаспай жасап шықтық. Вернуться список документов. Көрінісі екеулерінде де жасыл жанып тұр. Мына қалған екеуінде не обязательно деп тұр, бұны толтырмасақ та болады. Далее. Бізде толмай қалған мұнда 97. 17-97. 17-97. Қарап жіберейік мұнда.
Үшіншісі де көрінсе ме, толмай қалса да осылай шығып тұрады. Ары қарай келесі қадамға жібермейді. Мінекей. Далее. Мінекей өттік. Енді мұнда заявка бергендегідей бағаларды жазамыз. Бәріне мында сұрақ туындауы мүмкін. Егер сіз төмен баға беріп ұтып алған болсаңыз, жалғыз қатысып, жоғарғы бағаны беріп жазып жіберуге болады ма деп. Жоқ, болмайды. Қандай бағаны ұттыңыз, сондай бағамен ғана тек абонентсен бере аласыз. Сондықтан бұны бағаны протоколдан қарап ұмытып қалсаңыз істеуге болады. Енді мұндағы біздің ұтқан бағамыз максималды, жалғыз қатысқаннан кейін, сондықтан мұнда тек біз максималды өзіміздің ұтқан бағаларымызды жазатын боламыз. Мінекей, бәрі жазылды. Подписать цены. Ерцамен қайтадан. Загрузка болып жатыр, мінекей. Көріп тұрсыздар да, заявка бергенде бізде негізінде жойылып кетеді, а мына йоймен келген кезде бұл осылай өз қалпында қалады. Далее. Мінекей, осымен яғни йой из одного источника приглашениені қабылдадық. Подать заявку деп соңғы батырманы басамыз. Осымен мінекей жіберілді. К списку заявок деп бассаңыз, мінекей көріп тұрғандарыңыздай, мінекей сіздің жаңағы заявкаңыз жіберілді. Енді ол жақтан қабылдағаннан кейін сіздерге әдеттегідей сары доғыр келеді кабинетке. Астынан және одан кейін қызыл доғыр келеді, одан кейін орындайтын боласыздар. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар, пайда қуатты болыңыздар. Жақсы тендер маманы болыңыздар. Сәттілік.